Коллагенге өте бай тағам холодец жасаймыз. Өте мөлдір, түссіз болып шығады. Және де ең маңыздысы өте витаминдерге толы тағам. Ең алдымен бізге қажетті заттар, ол бізде сиырдың тұяғы, сирағы дейміз. Дәл осы сиырдың сирағын және қара кесек ет салып, қазанға қайнататын боламыз. Суын көп мөлшерде құятын боламыз, және де бір қайнатып аламыз. Дәл осылай көбігі шыға бастаған кезде суымызды ауыстыратын боламыз. Суымызды яғни төгіп тастаймыз, және де қайтадан салқын су құйып, қайта қайнататын боламыз. Бізде мынау 2 сағат қайнаған сирақтарымыз және үстіне сәбізін, және де бүтіндей аршылмаған жуа салатын боламыз. Міне біздің дайын пісіп шыққан сирақтарымыз осылай сүзіп аламыз, және де пісіп шыққан етімізді ұсақтап турайтын боламыз. Ұсақтап немесе кішкене ірілеп турасаңыздар да болады. Мінекей дайын сирақтарымызды осылай сүйегінен ажыратып аламыз, және де сіңірлерінен ажыратып блендерге немесе ет тартқышқа салып, дәл осылай видеодағыдай ұсақтап алатын боламыз. Дайын болған етімізді пиалаға, формаға немесе осындай кішкентай ыдыстарға салып әсемдейтін боламыз. Ол үшін осындай аскөктерімізді рет-ретімен саламыз, және де чесноктарымызды, піскен сәбіздерімізді рет-ретімен тізіп салатын боламыз. Және де ең беткі бөлігіне ұсақтап туралған еттерімізді салып, жаңағы қалған сорпамызды, тұяқтан қалған сорпамызды бетіне құятын боламыз. Бетін қасықпен тегістеп жібереміз, және де бір түнге холодильникке жіберетін боламыз. Мінекей біздің холодестеріміз дайын, жан-жағын кішкене пышақпен түртіп, дәл осылай ыдысқа аударып сілкейтін боламыз. Алыну кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ мінекей дәл өзінің формасын ұстаған мөп-мөлдір тұнық күйде шығатын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнаған болса лайк басып, қолдап кетіңіздер. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте әдемі, витаминдерге бай тағамның бірі холодец. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментария баса өтіңіздер.